Саламатсыздар ма, замандастар, достар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыда ауа райы керемет. Бүгін 18 градус ыстық болып тұр. Көптен бері сіздерменен сұхбаттаспадым. Жалпы қазір адамдардың үрейін алатын неше түрлі оқиғалар болып жатыр ғой. Жаман ауру деп біздің қазағымыз жаман ауру деп қояды екен ғой. Аурудың атын айтпай, бәлесінен аулақ деп. Сол сияқты мына бір келген жаман ауруға үрейленіп жатырмыз. Ақшаның, теңгенің құлдырап баратқанына, евроның, доллардың көтерілгеніне соған алаңдап жатырмыз. Продуктыны өкіртіп алып жатырмыз. Бүгінгі күнімізді ойлап, болашағымызды кішкене ойлайтын кей кездерде бір мүмкіндік болмай жатады. Жақсы ой жарым ырыс деп қазағы бекер айтпаған ғой. Сондықтан тек қана жақсы оймен миымызды дәрумендендірейік. Жалпы кез келген нәрсе біздің өзіміздің ойымыздан келеді. Айтады екен, сенің рұқсатыңсыз сені ешқандай адам ренжіте алмайды дейді екен. Өйткені кез келген адам бір сәл ауыр сөз айтса, соған ренжіп қалады да. Ол адам ренжіткісі келмеген де шығар, бірақ сол ауыр сөзді біз жүрегімізге алып аламыз да, сонымен жүреміз жүрегімізде ұстап. Тағы бір нәрсе айтсады да, оны да қосып аламыз. Одан кейін ол адамдар ұмытып та кетеді сізге айтқан әңгімесін. Кей кездерде есіне де түсіре алмайды. Қашан айттым деп. Өйткені ол ауыр сөз деп ойламаған. Сіздің қабылдауыңызда болып тұр да, сол сөзді, сол сол кездегі әрекетті қабылдауыңызда болып тұр. Сол сияқты біздің өзіміздің рұқсатымызсыз ешқандай жаман нәрселер болмайды. Біз просто оны қабылдамауымыз керек та. Бір ең керемет дәрумен кез келген ауыртпашылықты жеңетін дәрумен ол жақсы көңіл күй, жақсы ой, жақсы сөз, бір-бірімізге айтатын жақсы тілек. Қараңыздаршы, мынада қандай керемет таза ауа. Тіпті біз қаланың сыртына шығып кете алмай жатсақ та, күйбең тірлікпенен осындай міне парктерде жүргенге не жетсін.